Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы Қазақстан Республикасы Конституциялық заңының 24 және 25 баптары сайлаушылардың тізімдерін әкімшілік аумақтық бірлік шегінде әрбір сайлау округы бойынша дауыс беруді ескере отырып, тұрғылықты жері бойынша тұрақты тіркеу негізінде жергілікті атқарушы органдар, әкімдіктер жасайды. Сайлаушылар тізімдеріне белсенді сайлау құқығы бар және тиісті сайлау учаскелерінің аумағында тұрғылықты жері бойынша тіркелген республика азаматтары енгізіледі. Уақытша тіркелген азаматтар сайлаушылар тізімдеріне өздері берген өтініш негізінде дауыс беру күніне дейін 30 күннен кешіктірмей, немесе 2023 жылғы 17 ақпанға дейін жергілікті атқарушы органға енгізіледі. Өтініш келіп түскен кезде әкімдік азаматты ол дауыс беретін учаскенің тізіміне енгізуді және оны тіркелген жері бойынша сайлаушылар тізімінен шығаруды ұйымдастырады. Осы құқықты дауыс беру күні тіркелген жерінде болмайтынын алдын ала білген азаматтар, басқа қаладан келген арнаулы жоғары және орта оқу орындарында оқитын студенттер, вахталық әдіспен жұмыс істейтін азаматтар пайдалана алады. Азамат сайлаушылардың бір тізіміне ғана енгізіле алады. Тиісті әкімдіктің интернет ресурсы немесе кол орталығы арқылы сайлаушылар тізіміне енгізілгеніңізді тексере аласыз, немесе сайлаушылар тізіміне енгізілуіңіз үшін қайда жүгінуіңіз керек екенін біле аласыз. 2023 жылғы 4 наурыздан бастап сайлаушыларға өз учаскеңіздегі сайлаушылар тізіміндегі өзіңіз туралы деректеріңізді тексеру мүмкіндігі берілетін болады. Сондай-ақ сайлаушыларға ыңғайлы болу үшін электрондық сервистер арқылы сіздің сайлау учаскеңіз туралы ескерту ұйымдастырылады. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.